Егер Американың бағалы қағаздар нарығына қызығып жүрсең, бірақ одан қандай акцияларды сатып алуды білмесең, немесе қорқыныш болса, мына акцияны алып түсіп қалса қорқамын деген үрейіңіз бар болса, онда нағыз Американың қарастыратын бір 3 акциясын көруге болады. Басынан бастап келе жатқандарға. Егер сіз бұрыннан білетін күшті инвестор болсаңыз, сонда қарамай-ақ қойыңыз. Ал егер мен басынан бірінші рет бастайын деп тұрып, маған бұл қызық дейтін болсаңыздар, онда мен бір 3 акцияны көрсетіп кетем. Соны өздеріңіз қарап көрсеңіздер болады ары қарай, иә. Бірақ бәріңіз білесіздер ол акцияларды. Негізінен тұрақты өсім беріп тұратын компаниялар инвестицияға қадам жасау үшін алуға болады енді. Әрине инвестициялық ұсыныс емес, енді мен өзім новичок болсам, мысалға, мен сол акциялардан алуды бастайтын едім. Біріншісі, оны бәріңіз білесіздер. SP500 дейді. SP500 дейді. Бәріңіз білесіздер, ойып, Американың ең мықты деген 500 компаниясынан құрылған қор бөлігі. Яғни бұны акция емес, ETF деп атайды, акциялардың жиынтығы. 500 мен деген Американың компаниялары осы жиынтықты құрап отыр. Диверсификациясы өте сондай жоғары. Бір жылда 13%-ға дейін өскен. Мысалы, айлық көрсеткіші мынандай құбылмалы болғанмен, 6 айлық, сосын жылдық графигін қарайтын болсақ, өте жақсы деп айтуға болады. Тұрақты өскен. 500-ден 520-дан 683-ке дейін қазір бағасы көтеріліп тұр. Бұл жерде өте үлкен компаниялар, солардың жиынтығы, қандай компаниялар екен ішіне кіріп көріп аласыздар. Мен ішінде Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet деген сияқты кете береді. Осыдан бастап көрсеңіздер болады. Әрине бағасы бюджетіңізге байланысты мен настаивать етпеймін. Екінші қарастырып көретін компаниямыз бұл жерде Google. Google'да қарап көруге болады. Google бізде не? Google бұл жерде реклама, жарнама, YouTube, экосистемасы өте үлкен, тұрақты өсуде. Бір жылдық тағы да графигін сразу сіздерге көрсетем, міне. Бір жылдық графигін өзінде 160-тан $301 құрап отыр. Кезінде бір жыл бұрын $100 алсаңыздар, қазір $301 болатын еді. Деген сияқты қарап көрсеңіздер болады. Google'да бәріңіз білесіздер, күні кешінен бірдеңе іздейсіздер. Осылай қарауға болады. Дивиденд 0,27% деп көрсетіп, целевой бағасы 370 теңге деген жорамал бар. Бұнда өздеріңіз қарап өтіп кетесіздер. Тағы бір үшінші айтып кететін компания, үштігі Microsoft'ың компаниясын қарап көруге болады. Бұнда бір жылдық графигін көрсетем сіздерге. Графигі енді осындай. Мен ары қарай тағы жүргізсе болады. Бұның NASDAQ-тағысында қарауға болады, Қазақстандығында қарауға болады, тикеріне байланысты. Америкадан сатып аласыздар ма, Қазақстаннан сатып аласыздар ма, өздеріңіз білесіздер. Бізде Microsoft не ол? Әрине Windows программасы, жүйесі, дейма. Сосын бұларда да жайлап жасанды интеллект қосылып жатыр. Windows кете береді, жыл сайын жаңа түрі шығады деген сияқты. Компьютер Windows жұмыс істемейді. Сондықтан техника, технологияға да сөйтіп не жасауға болады, инвестиция жасауға болады. Қысқаша осы үш компания туралы қарап көрсеңіздер болады.
Мен обязательно осы үшеуін алыңыздар деп жатқан жоқпын, бірақ сіздер өздеріңіз осы үш компанияны, үш тикерді қарап көріңіздер. Жаңағы теханализ білетін болсаңыздар жасап көріңіздер. Отчеттарын оқып көріңіздер. Яқты скачать етіп қарап, перевод жасап қарап көріңіздер. Егер сіздерге былайша айтқанда подходящий болса, онда әрине новичок болып осы акциямен